Қалайсыздар достар, мынау мамандықтың мәні деген кітапты көре сала, басқа кітаптардың бәрін ысырып қойып, осыны оқуды бастадым. Неге? Себебі ересек адамдардың 50%-дай уақыты жұмыспен өтеді, иә? Яғни сол 50% уақытта мен нені дұрыс жасап жүрмін, нені бұрыс жасап жүрмін, соны білгім келді де, осы кітапты оқыдым. Оқып қана қоймай, 5 түрлі практикалық қорытынды дайындадым және соңында менің мамандығымның мәні не деген сұраққа жауап беретін боламын. Бірі болмаса бірі сіздің де өміріңізді жақсы жаққа өзгертуі мүмкін. Сондықтан да соңына дейін тыңдауға, көруге кеңес беремін. Кеттік ендеше. Бірінші практикалық қорытынды. Мен не үшін деген сұрақ қоюды үйрендім. Яғни қанша жерден естіп жүрсек те, міне осы кітаптан маған жақсы әсер етті де. Яғни не үшін? Себебі қазіргі уақытта қалай деген нәрсе басым болып кеткен. Қалай бай боламын, қалай құдай боламын, болмаса қалай заңгер боламын, қалай миллион табамын, қалай шетелге шығамын, қалай ағылшын үйренемін, қалай бәрі қалай да. Сондай кітапта, курста, мурста, видеоларда көп. Ал негізі ол қалайдың алдында не үшін деген сұрақ тұру керек қой. Яғни не үшін? Не үшін осы кітапты оқу керек, не үшін ағылшын керек, не үшін шетелге шығу керек, не үшін миллион керек, не үшін андай мамандық, мындай мамандық керек деген, яғни не үшін деген сұраққа біз жауап беру керекпіз кез келген нәрсенің алдында. Мысалы, мен не үшін мына кітапты оқыдым, жаңа айттым, 50% уақытым менің қайда кетіп жатыр, сол қаншалықты дұрыс болып жатыр, соны білгім келді. Сол себептен де қалай дегеннің мен ретін тауып алдым да, басқа нәрсе, жұмыстың кітаптың бәрін ысырып қойып, осыны оқыдым. Көрдіңіз бе? Яғни сол сияқты сізде бір нәрсеге жете алмай жүруіңіз мүмкін, бірақ соның не үшін екенін анық түсінікті болса, сізге қалай болатын ол жол табылады екен. Сізге де осы сұрақты қойып жүруге кеңес беремін. Келесі. Екінші, Канттың алтын қағидасы дейді. Яғни кез келген жағдайда дұрыс таңдау жасауға көмектеседі. Менде болады, өмірде бір қиын болып кетеді таңдау жасау. Анау ма, мынау ма, анаған қарайын ба, мынаған қарайын ба деген сияқты таңдау жасау қиын болып кететін кездер баршылықта. Яғни мынау Канттың алтын қағидасы деген соған көмектеседі екен. Яғни бұл идеясы мынандай. Жасаған байламың мен әрекетің салмағы күллі адамзатқа заң болып бекітілетін болсын дейді. Яғни мен бір нәрсе жасасам, бүкіл әлем сөйтіп жасаса, мен үшін, болашақ үшін, қоғам үшін сол дұрыс бола ма деген сияқты. Кейде болады ғой, бүйте салайын ба, сөйте салайын ба, ана дұрыс па, мына дұрыс па деген сияқты. Сол кезде осы идеяны қолданса болады екен. Осыған ұқсайтын мен Әліби досым бүйтіп айтушы еді Астанада жүргенде. Ереке, сенің жасаған ісің басқалар үшін паспорт деп. Яғни сен бір нәрсе жасасаң, өзгелер сенен қайталайды деп ше. Мысалға, белгілі бір ортада сіз тақуасыз, бірақ сіз клубтарда жүрсеңіз, ана тақуаның өзі жүр ғой, бізде де жүреміз деген сияқты. Болмаса сіз ортаңызда спортсменсіз, бірақ аласызда жаңағындай энергетик анау ішесіз да, айтады, ана спортсменнің өзі ішіп жүр ғой дейді. Сол сияқты сіздің жасаған нәрсеңіз басқалар содан сені үлгі қылады екен да. Сондықтан да осы Канттың алтын қағидасын қолданып көруге тырысамын. Енді бұны әлі іске асырып көрмедім, бірақ қалай болады екен өзіме қызық болып тұр. Келесі, үшінші, трансцендентті арман дейді. Бұны түсіндіру үшін трансцендентті, яғни арман деген сонысымен де арман да ол бұл дүниенің шеңберінен шығып кету керек екен да, соншалықты үлкен болу керек екен да арман деген. Оны мынау Лев Толстой мен немересінің арасындағы сұхбат арқылы кітапта түсіндіреді. Бүйтеді, Толстой өзінің немересінен сұрайды, өскенде кім болғың келеді дейді. Сол кезде сен сияқты ұлы жазушы болам деген ғой немересі. Қатырдым деп тұр ғой. Сөйтсе Толстой айтты, сенен түк шықпайды онда депті. Неге десе, себебі мен сен сияқты кезімде құдай болуды армандаушы едім депті да. Көрдіңіз бе, анау түйе сұрасаң бие береді деген сияқты мысалдар бар ғой. Яғни бұны қарапайым өзіміздің тілмен түсіндірсек, былай айтса болады. Қараңыз, ұбт тапсырайын деп жатыр, біреу 125-тен 125 болса 140-тан 140 алам деп дайындалған адам, ол міндетті түрде 100-ден асады. Білесіз де оны? Мысалы, біреу мен 100 отжимания жасаймын деп соған дайындалама, ол 50-60 жаса оған үшін сән болып қалады да. Өз өмірімнен мысалдар айтып отырмын да. Сол сияқты арман мақсаттар үлкен болу керек екен. Менің мысалы мынандай арман мақсаттарымды елге айтуға қорқып жүретін, айтып көрейін, не болады екен. Арманды тегін ғой. Мысалы, мен авиация саласында жұмыс жасаймын. Мен әшейін бір сойға барып, өзімнің нанымды тауып қана қоймай, осы Жамбыл облысының, Қазақстанның және бүкіл әлемнің авиациясына
дамуына, қауіпсіздігіне, бір ғылымына, біліміне, әйтеуір бір шетіне болса да соған септігімді, үлесімді тигізгім келеді. Неге жасамасқа, иә? Мен Жамбыл облысының тұрғынымын, иә. Жамбыл облысы өкінішке орай кітап оқудан соңғы орында, табысы жағынан соңғы орында. Міне осы нәрселерге позитивті ықпал еткім келеді. Яғни осы бір ғылым білімнің ордасы болса, табыстың ордасы болса деген сияқты соған өзімнің үлесімді қосқым келеді. Осындай үлкен армандарым бар, иә. Бұл бәлкім мен орындай алмай қалсам да, менен кейін мүмкін ұрпағым, шәкірттерім деген сияқты соны біреу соған жететін шығар. Яғни бұның өзі осы дүниелікке жатып кететін шығар негізінде, бірақ сонда да үлкен армандай білу керек екенбіз. Келесі. Төртінші, Стив Джобстың өзінен бір практикалық кеңес алдым. Стив Джобсты бәріміз білеміз, Apple, iPhone деген сияқты соның бәрін шығарған адам. Сол өмірінің соңында ауырған екен. Сол кезде мынандай өзінің соңғы сөздерінің бірі осындай болған екен. Өмірді қайта сүрсем, адамға көбірек көңіл бөлер едім. Біраз адамды ренжіттім. Әсіресе отбасыма жақын болар едім. Сіздерге де солай істеуге кеңес беремін депті. Көрдіңіз бе? Яғни жұмыс деп отбасына көңіл бөле алмаған. Біреу бар жұмыс деп денсаулығына көңіл бөле алмайды. Біреу жаңағы отбасы бала-шаға дейді, өзінің дамуына көңіл бөле алмай қалады, мысалға, мысалы. Осындай кезде не істеуге болады деген кезде, біз ең бірінші жоспар құрған кезде, жылдық, айлық демек қойып, мысалы, бір аптаны жоспарлап жатқан кезде не жетіспей тұр, соны ең бірінші графикке енгізіп қою керек екенбіз. Денсаулыққа көңіл бөлмей жүрсің ба? 3 рет мен денсаулыққа байланысты жүгірем, болмаса фитнеске барам деген сияқты соны енгізіп қою керек екен. Отбасыңа уақыт таба алмай жүрсің ба? Ең бірінші отбасыңа байланысты нәрсені енгізіп қою керек екен да. Мысалға мен отбасыма аздау көңіл бөліп жүрмін ба деп уайымдадым да, осыны енгізе бастадым. Сондықтан мен сұраймын, не жоспар, не істеу керек, не қою керек деп. Күнде сұраймын ғой, кішкентай қызымна да, балама да, жұбайымнан да соны сұраймын да. Не жоспар бар деп соларды сұраймын. Соған байланысты мен бола аламын ба, бола алмаймын ба, қатыса аламын ба, мүмкіндік болса сол көбірек бірге іс-шаралар жасап қалайық деген сияқты сондай оймен жасаймын да. Оны үйдегілер қалай түсінетінін білмеймін, не деп тергеп жатыр, күн сайын тергейді деп ойлауы да мүмкін, бірақ менің ойым, міне осы кітаптан оқыған нәрсемді іске асыру үшін, жоспарға енгізу үшін мен солай жасап жүрмін. Сізде білім, денсаулық па, білмеймін, солай жасап көріңіз. Графикке енгізу керек. Келесі, бесіншісі, байқайсыз ба, резюмелерде, бір анкета бір нәрсе толтырған кезде, хоббиің не деген сұрақ жүреді ғой ішінде, сіздің хоббиіңіз не? Көбісі бұны жай ғана бір сұрақ деп қабылдайды, әшейін өтірік бір әдемі бір сөздер жаза салады, біреуден көшіріп жаза салады, кезінде талай резюме жасадық қой. Енді негізінде бұл өте маңызды екен да. Қараңыз. Адам болмысының түпкі мұратынан хабар беретін нәрсе бос уақыт дейді. Тағы бір неміс философы Карл Ясперс адамның кім екенін бос уақытын қайда жұмсағанына қарап білесің депті. Көрдіңіз бе? Яғни бұл өте маңызды нәрсе екен да. Қазіргі заманда адамдар мынандай нәрсемен ауырады ғой. Предназначение дейді, миссия дейді, икигай деп жатады, иә. Сондай нәрсемен бүйтіп, бүкіл өмірлік ісім не деген сияқты сұрақ қойып, соны таба алмай бас қатырып жүреді да. Ал негізінде дұрыс қой, оған да жеткен жақсы, бірақ оның бер жағында алғашқы қадамның бірі хоббиің не, соны тауып көрді. Мен осы кітапты оқығаннан кейін өзіме сұрақ қойдым, өзгелерге осы сұрақты қойып жүрмін да, хоббиің не? Көбісі білмейді. Ауыл деген анау өмірлік миссиясын тапқысы келеді да, негізінде бүкіл өмірін неге арнайтынын. Ал бос уақытын, 1 сағатын неге арнайтынын білмейді ғой. Сіз неге арнайсыз? Біреу жай ұйықтап өткізеді бос уақытын, біреу кино көріп өткізеді, біреу әлеуметтік желі деген телефон бәріміз жұтып баратыр, иә. Ал біреулер бар, бос уақытыма дамиды, біреуге көмектеседі, жаттығумен айналысады, бір шығармашылықпен айналысады деген сияқты, көрдіңіз бе? Сол деген, міне, хобби деген мынандай нәрсе екен ғой, сен ол нәрсеге сүйіп істейсің, жақсы көріп істейсің, қолынан плюс-минус келеді, және де ол нәрсеге сен керек болса ақша төлеуге дайынсың, тегін істеуге дайынсың деген, яғни ол сен соны істеу арқылы сен жаның рахаттанады деген, міне хобби деген осындай нәрсе екен да. Яғни сіз анау өмірлік миссияңызды таппай тұрып, бірінші хоббиіңізді тауып алыңыз. Соны жасаңыз, соны дамытыңыз. Бәлкім сол жаңағы өмірлік миссияңа да айналуы мүмкін.
жоқ дегенде сенің жаның рахаттанып кішкене өмірлік баланста жүресің да. Яғни жұмысты біз енді көбінесе міндетті болған соң отбасын асырау үшін жасаймыз ғой, келісу керек. Ал хобби деген соның кішкене екінші жағын теңестіреді да. Яғни жан рахатың үшін, өзіңді өміріңе шабыт мотивация сыйлау үшін сен сондай нәрселермен де айналысу керек екенбіз. Сондықтан да сіздің хоббиіңіз не? Соны төменге жаза кетіңіз, сізді күтемін. Енді 5 қорытындым бітті. Ең соңында мамандықтың мәні деп тұр ғой. Менің мамандығымның мәні не деген сұраққа жауап беріп көрейін, иә. Сонда мамандықтың мәні деген, достар, мен кітаптан түсінгенім бойынша, мамандық бір маман атану ол бір мақсат емес, ол бір құрал. Сол құрал арқылы қоғамға қызмет ету керекпіз. Сол арқылы мәнді де мағыналы ғұмыр кешу керек екенбіз да. Міне, енді мен осыны тауып қана қоймай, бір төрт түрлі жолмен іске асырып жүр екенмін. Біріншісі, мен әуе диспетчерімін. Мен әуедегі ұшақтарды басқарамыз, қызмет көрсетеміз. Яғни ол арқылы қандай мен пайда беріп жатырмын деп ойлансаң, міне сіз сияқты жолаушылар бар ғой, ұшып жүрген күнделікті жүздеген, мыңдаған жолаушылардың біз бір әуежайдан екінші әуежайға аман есен жетуіне соны біз қамтамасыз етеді екенбіз. Соны етушілердің біріміз да. Оның ішінде мысалы санавиация деген болады. Яғни ауырған адамдарды бір жақтан бір жаққа жеткізетін. Яғни біз ауру адамның өмірін сақтап қалуға өз септігімізді тигіземіз. Біз әскери ұшақтарды да кейде басқарамыз да. Яғни оның өзі еліміздің қорғанысына бір белгілі бір дәрежеде біз үлесімізді қосып жатырмыз. Біз студент ұшқыштарға басқарамыз, қызмет көрсетеміз. Яғни сол арқылы біз авиацияның бір болашағына бір септігімізді тигізіп жатырмыз. Яғни осы нәрсені ойлаған кезде, сезінген кезде, кәдімгідей мен жай әшейін нан табу үшін жүрген жоқпын, мен бір маңызды нәрсе жасап жүрмін деп өзінің бір күшті керемет сезінуге болады екен. Яғни жұмыста ойласаңызшы, өмірің 50% өтеді. Әшейін барып жүргеннен гөрі өзің жаңағыдай кереметтей сезініп жүрсең, өміріңнің 50%-і жақсы, мәнді, мағыналы өтіп жатыр деген сөз да. Яғни бұл бірінші жолы. Екінші жолы, мен осы авиация саласында жүргеннен кейін хобби ретінде әлеуметтік желілерде, мысалы Инстаграмда Ерке Aviation деген 5 жыл болды, 12 мыңдай оқырман жиналыпты. Сода авиациядағы түрлі қызықтармен бөлісемін да. Яғни бұл менің хоббиім. Неге хоббиім? Себебі мен біресе білгенді, оны біреуге жеткізген маған ұнайды. Оны маған тегіннен осы 5 жыл бойы соны жасап келе жатырмын. Бір досымға да бір жарнама ретінде бір 5000 теңге бергені бар да, әйтпесе бәрі тегін жасап берді. Көрдіңіз бе? Хобби деген сол. Сен оны сүйіп жасайсың, ешкім саған оны бағаламаса да жасайсың, бағаласа да жасайсың. Табыс бар, жоқ, оған қарамайсың. Керек болса сен оған инвестиция саласың. Уақытыңмен, ақшаңмен, біліміңмен деген сияқты. Көрдіңіз бе? Яғни хобби арқылы мен осы 5 жылдың ішінде мыңдаған адамдардың сұрақтарына жауап беріппін. Сол арқылы мен содан шабыт алып, мотивация алып, одан сайын жасап жүрмін. Және де мен ерікті ретінде, волонтер ретінде осы авиация мүмкіндіктері деп ауыл қаладағы оқу орындарын аралап жүрмін, осы Жамбыл облысындағы. Көрдіңіз бе? Сол арқылы мен негізі интровертпін. Жалғыз кітапханаға барам, жалғыз кафейняға барам, жалғыз фитнеске барам. Өзім комфортно маған. Бірақ осы кішкене өзімнің комфорт зонадан шығып, ел жұрттармен, жаңадан адамдармен танысып, көпшіліктің алдында сөйлеу арқылы өзгеге де пайдамды тигізіп жатырмын, өзім де дамып жатырмын да соның үстінде. Болашақта бүкіл Қазақстанды сөйтіп аралағым келеді да, мысалға да. Шақыртулар жасасаңыздар, сіздерге де барамыз. Авиацияда шынымен керемет мүмкіндіктер бар, бүкіл әлемді шарлайтын, миллиондап табыс табатын деген сияқты сондай жолдары баршылық, таныссыз, ақшасыз деген сияқты да. Сондықтан да шақырсаңыздар, қуана барамыз. Келесі, төртінші, яғни бірінші мен өз жұмысым ретінде атқарып, екінші хоббиім ретінде әлеуметтік желілер арқылы, үшінші мен ерікті ретінде, волонтер ретінде ауыл қалаларды аралаймын. Және төртінші, кейде енді болады, соның бәрі жеткіліксіз болған кезде кейбіреулермен жеке жұмыс жасау керек болады. Кейбіреумен бір мәрте, кейбіреумен бір апта, кейбіреумен бір айлап деген сияқты ондай да көмегімді көрсетіп, осы көрдіңіз бе? Бір ғана осы авиация саласында осыншалықты қызмет жасап жүрмін. Бұл деген сөз менің өмірімнің мәні әуе диспетчер болу деген сөз емес. Мен әуе диспетчер болу арқылы мәнді де мағыналы ғұмыр кешудің бір жолы екен. Көрдіңіз бе? Ал енді сіздің мамандығыңыз қандай? Сіздің мамандығыңыз арқылы қалай қызмет етіп жатсыз? Және де осы қорытындылардың ішінен сізге қайсысы көбірек ұнады? Сізді
пікірде күтемін. Келесіде жүздескенше сау болыңыздар.